أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Этикафтың бүгін біздер кеме ораза сабақтарының рамазанға дайындықтың 14-ші күндеміз. Бүгін бізде 2 апта болды. 2 апта болды. Ә, Алла тағала осы рамазан айына аман есен жетуімізді нәсіп етсін. Екінші бөлім біздер алдыңғы этикаф туралы айтып жатқан едік. Этикаф туралы этикафтың дұрыс болуының шарттарына келдік. Бірінші, жүніптіктен, хайыздан, нифастан таза болу керек. Яғни этикафқа кіру үшін адам жүніп болмау керек, хайыз болмау керек және нифас болмау керек. Осы нәрселерден таза болу керек. Үшінші бөлім бізде этикафтың түрлері. Этикафтың түрлері. Тілімен нәзір қылған уәжіп этикаф. Мысалы жоғарыда айтқан, егер де мысалы біреу хайызы келіп қалатын, этикафта тұрып хайызы келіп қалатын болса, этикафы бұзылады. Иә, өйткені шарт тазалық. Этикафтың түрлері. Қандай түрлері бар этикафтың? Уәжіп болатын түрлері бар, сүннет мұстахаб болатын түрлері бар. Біріншісі уәжіп болатыны, тілімен нәзір қылған уәжіп этикаф. Тіліменен уәжіп қылады өзіне. Яғни уәде етіп нәзір қылып алады өзіне. Уәжіп болу үшін ниет ету жеткіліксіз. Тек қана ниет ету жеткіліксіз. Нәзір қылынған этикаф не шартқа байланған болады. Мысалы, егер пәленшеге Алла шипасын берсе, этикаф қыламын деу сияқты. Немесе жай орындау үшін болады. Мысалы, яғни тек қана шартқа байланбай, жай әшейін орындау үшін ғана айтты. Мысалы, Алла үшін маған этикаф жасау міндет деген сияқты. Мысалы, ешқандай шартсыз өз-өзіне міндет қылды. Осылай өзіне нәзір қылған болып есептеледі, яғни уәжіп болып қалады өзіне, орындау керек болады. Сүннет муаккада, кифая. Бізде сүннет жекке бөлеміз. Сүннет муаккада болады, және де кифая, және де жеке фарди деп атаймыз. Немесе айни, жекелей сүннет кифаялар. Сүннет муаккада кифая. Кифаия деген сөзіміз мысалға жалпы адамдарға міндет, бірақ адамдардың ішінде біреу орындайтын болса, мойнынан түседі адамның, адам мойнынан түседі. Мысалға, сүннет муаккада кифая деген сөзіміз мысалға Рамазан айының соңғы 10 күндеріндегі секілді. Яғни бекітілген сүннет орындау керек. Егер де ешкім орындамаса, пайғамбар сүннетін тәрк еткен болып қалады, қысқасы. Біреу барып сол нәрсені орындау керек. Яғни сол сүннетті орындау керек болады. Егер орындамаса, барлығы күнә алып қалады. Үшіншісі мұстахаб этикаф бізде Рамазан айының соңғы 10 күндерінен басқа уақыттардағы секілді. Рамазан айының 10 күнде сүннет муаккада болып есептеледі. Одан басқа күндері мысалы мұстахаб болып есептеледі. Мысалы, Рамазанның алғашқы 10 күндігі болуы мүмкін, ортасындағы 10 күндігі мұстахаб болып есептеледі. Соңғы 10 күнде сүннет муаккада болып есептеледі. Басқа Рамазан айынан басқа айларда да дәл солай. Яғни муаккад емес, мұстахаб болып есептеледі. Нәпіл этикафтың ең аз мерзімі кішкене уақыт тіпті мешіттен өтсе де болады. Яғни мешітте өтіп бара жатқан кезінде этикафқа кіремін деген ниет болса, этикафқа кіріп бара жатырмын деген ниет болса, сөйтіп өтіп кеткен болса да, мысалы этикафта сауабын беріледі иншалла.
мейлі ол түнгі уақыт болса да, әйтеуір өтіп бара жатсыз ба, немесе кішкене ғана кідірдіңіз ба мысалы, бұл этикафтың сауабын береді иншалла сізге. Ең аз мерзімі бұл не екен? Бұл мешітте өтіп бара жатқан болса дағы бір мезгіл, мешіттің бір есігінен кіріп екінші есігінен шығатын адам арнайы өтетін жол ретінде ниеттенбесе этикаф қылса болады. Өйткені этикаф болу үшін ниетін өтетін орын ретінде қолдану жайыз емес. Мгм. Нәзір қылынған этикафтың орындалуы үшін аузы берік болуы шарт. Нәзір қылынған этикафты орындалу үшін жоғарыда айтқан уәжіп этикафтарды орындау үшін оразаның болуы шарт, яғни оразамен ғана дұрыс болады. Ал бірақ мұстахаб болған этикафтар нәзірге ауызы берік болу шарт емес. Мұстахаб жоғарыдағы мысалы рамазан айынан басқа айларда, иә, рамазан айынан басқа айларда мысалы этикафқа кіретін болса, ол кезде ораза ұстау шарт емес. Бесінші бөлім этикаф қылған кісінің шығуына рұқсат болатын үзіліс. Біз этикафқа кіргеннен кейін мешітке кіресіз. Кіргеннен кейін не істеу керек? Мысалы шықпау керек сыртқа қарай. Қай уақыттарда шығуға рұқсат етіледі? Уәжіп этикафтағы кісіге үйінің намазханасында этикаф қылған әйелдің намазханасына шығуына тыйым салынған. Яғни әйел кісінің этикафы біз айтты үйінің ішінде, үйінде намаз оқитын жер болса сол жерде этикаф қылады. Яғни тыйым салынғанда шығуға тек төмендегі себептермен рұқсат етіледі. Біріншісі адами қажеттіліктер. Адами қажеттіліктер. Кіші дәрет, үлкен дәрет секілді. Егер ұйқыда ұрығы бөлінген болса, мешітте жуынатын жер болмаса, рұқсат етіледі барып жуынып қайтуға, иә. Бірақ тазаланып болғаннан кейін кідірмеуі керек. Тазаланып болғаннан кейін кідірмей тез келу керек. Шариғи қажеттілік. Жұма намазы секілді, жұма намазының алғашқы және кейінгі 4 рәкат намазын оқи алатындай жүріп қайтады. Егер кідіретін болса, немесе жұма оқылатын мешітте этикафын жалғастыратын болса, этикафы дұрыс болады, бірақ макрух танзихан болады. Түсінікті ма? Сол секілді, яғни егер кідіретін болса сол жерде, немесе жұма оқылатын мешітте этикафын жалғастыратын болса, этикафы дұрыс болады, бірақ макрух танзихан болады. Сол секілді азан айту үшін шығатын болса, егер азан айтатын адам жоқ болып, азан айтатын жердің есігі мешіттің сыртында болса, рұқсат етіледі. Түсінікті. Зәру қажеттілік. Мешіт бұзылып жатқан кезде мен этикафта отыр едім деп отыра алмайсың. Саған бала шығу керек, зәрулік болып есеп керек. Залым кісіні қинап шығарып жіберу, өзі немесе заттарына қауіпсіз сезіну секілді, өзі немесе қауіпті сезіну, қауіп пайда болса, бұл кезде шығады. Өзіне немесе заттарына сезу секілді жағдайларда мешіттен шығып басқа мешітке барып этикаф жалғастыру керек болады. Жақсы. Ешқандай үзіліссіз этикафтың шыққан жерінде бір мезет кідіретін болса, тіпті ұмытып болса да, нәзір қылған уәжіп этикафы бұзылады. Қазасын өтеу міндет болады. Ал егер муаккат сүннет болған, немесе мұстахаб этикафы болса, этикафы біткен болып саналады. Түсінікті, бұл қаттық емес. Жоғарыда айтқан үнемі болатын үзірлермен шыққан болса, этикафы бұзылмайды. Үнемі болатын үзірлермен шыққан болса, этикафы бұзылмайды. Ал үнемі болмайтын үзірлермен шыққан болса, күнә жазылмайды, бірақ этикафы бұзылады. Мысалы, суға батып бара жатқан адамды құтқару секілді, мешіт бұзылғасын жамағаты бөлініп кетіп, жамағаты үзілген болса, қасындағылармен жихадқа шығып кету секілді, мысалы. Бұл енді бұндай нәрселер мысалға үнемі қайталанбайтын нәрселер. Мысалы, болса болады. Кейін мысалы не жақтарда суға батып бара жатқанымды көріп қалып, күніге суға батып жатқанын көрмейді ғой мысалы, иә, дұрыс па? Немесе біреу бір жағдайлармен авария болып қалуы мүмкін деген сияқты, бір сондайды көріп қалдым, мысалы, жоқ бару керек. Етекафтағы кісінің ішуі, жеуі, ұйықтауы өзі үшін немесе отбасы үшін болған
келісімдері тек сол етек абылған мешіттің ішінде болуы керек. Жақсы, бүгінгі сабақты осымен аяқтайық. Иншалла тағала баршаңыз разы болсын. Тахауишке тұрып дұға етуді ұмытпаңыздар. Алхир дауана, альхамдулиллахи раббил аламин.